Телефон нөміріңізбен Choco бизнесте сәтті тіркелген соң, сізге осындай басты экран ашылады. Келесіде панельден құралдар бөлімін табасыз. Сосын мәзірді басасыз. Мұнда мекемелеріңіздің тізімі ашылады. Керегін табасыз, оған қолжетімділікті менеджерлеріміз алдын ала береді. Оны оңай табасыз. Осы жерден атауын не терминалыңыздың ID нөмірін жазыңыз. Толығырақ бөліміне кіресіз. Сонда мәзіріңіз ашылады. Келесі ең маңызды батырма тағамды ашу әр санатқа жеке болып табылады. Онда сізге санатыңыздағы барлық тағам көрсетіледі. Тағам параметрлерін өзгерту үшін өзгерту батырмасын басасыз. Алдымен жалпы ақпаратқа өтеміз. Мұнда бірнеше тіл бар, бірақ бізге орыс, қазақ және ағылшын керек. Тағамның атауы мен сипаттамасын 3 тілде жаза аласыз. Біздің жағдайда бұл міндетті, өйткені қолданбамызда интерфейс тілін таңдау бар. Сондықтан әр тіл үшін атауы ашылады. Әр тілден кейін фотоға өтесіз. Мұнда фотоға керек параметрлердің бәрін жазып қоямын. Неге дәл сол талаптарды сақтау керек? Себебі кейде фото тым ауыр болса, мысалы 2 мегабайт емес, 10 не 15 мегабайт болса, онда сақтай алмайсыз. Тағамдағы өзгерістердің бәрін сақтатпайды. Сондықтан оларды қатаң сақтау керек. Міне, фотосурет қосу батырмасын басасыз. Барлық қалталарыңыз ашылады. Керек фотоны табасыз. Сосын қосасыз, ол осында енгізіледі. Кейін сақтау батырмасын басасыз.